Хамза Есенжанов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің қысқаша тарихына тоқталып өтетін болсақ, алғаш рет мектеп іргетасы 1956 жылы бастауыш орыс мектебі болып қаланады. 1959-1969 оқу жылдары аралығында 8 жылдық орыс қазақ мектебі болып білім беруді жалғастырған. 1972 жылы ауылымызда бір қабатты мектепке жаңадан ғимарат салынып, 1972 жылдан бастап мектебіміз қазақ жалпы орта білім беретін мектебі болып қалыптасады. Дәл осы жылы 130 орындыққа арналған мектеп жанынан мектеп-интернат ашылады. 1975 жылы Қазақ СССР Министрлер Советінің 381 қаулысымен 30 қазан күні мектебімізге жергілікті жазушы Қайсар қаламгер Ақжайық трилогиясының авторы Хамза Есенжанов есімі беріледі. Сонымен қатар 1978 жылы мектебімізде жаңадан Хамза Есенжанов атындағы мұражай ашылды. 1990 жылы осы мұражай атын өзгертіп, мұражай қайтадан жабдықталып, Шаңырақ мұражайы болып кері жабдықталды. 1999 және 2000 жылдар аралығында мектебімізде қосалқы шаруашылықтың есебінен Хамза Есенжанов атындағы Хамза стипендиясы тағайындалды. Хамза Есенжанов атындағы стипендия 2000 оқу жылынан бастап 2015 оқу жылына дейін берілді. Бұл стипендия 8 сыныптан 11 сыныпқа дейінгі оқыған озат оқушыларға берілді. Сонымен қатар 2011, 2012, 2013 оқу жылдарында облыстық депутат, осы Сырым және Теректі аудандары бойынша облыстық депутат Ғабдрахим Жаңбырбаев атындағы 2 жыл қатарынан 3 оқушымызға, үздік оқушымызға стипендия тағайындалған болатын. Кейіннен осы үзіліп қалған стипендия 2021 оқу жылынан бастап жергілікті ауылымыздың қожалық иесі және қазіргі таңда аудандық депутат Лұқпанов Руслан Сәменұлының тағайындауымен 21 оқу жылынан бастап Хамза Есенжанов атындағы стипендия қайтадан өзінің жалғасын тапты. Күні бүгін 2000 жылы алғаш рет осы мектебіміздің тарихында есімі алтын әріптермен жазылатын 2000 жылы мектеп бітіруші түлек Мақашев Нұржан Ғалымжанұлы алтын белгі иегері атанса, сол 2000 жылдан бастап алған алтын белгі иегерлері күні бүгінге 2025 жылға дейінгі уақытта 16 оқушымыз, мектеп бітіруші түлегіміз алтын белгі иегері атанса, 9 мектеп бітіруші түлегіміз ерекше аттестат иегері атанды.